Әсия жана басында отырған кезде ұзақ бола ма деді да, сонымен қызым кішкентай, сонымен үйге бару керек деп, пока алыста тұрам, жетем дегенше ұзақ болады деген. Бірақ маған қазір енді айтып жатыр, құрметті көрермен, біздің редакторларға кетіп қалыпты дейді, ашуланып. Иә, сол ұзақ болып кетті деді. Одан кейін иә. Енді былай айтсақшы, мен қазір тыңдап жатырмын, маған айтып жатыр, Абылайхан менің сыртқы келбетіме тиісті, қаншама тіпті редакторларға қанша айтса да мені көнбей қойыпты. Енді білмеймін, сол кезде айтқан екен, сұраған екен, өтінген екен, бірақ жыларман болып шығып, мен кеттім деп ашуланып кетіп қалыпты ғой. Жоқ, бауырсағым, сол жерде камера бар ғой негізінде. Мен ешқандай сөйлеген жоқпын. Ол кісі айтты. Сөйлестіңіздер ме не? Иә, сөйлестік. Сен өмірде жалпы қандай кішкене басқаша екенсіз деді. Кішкене мен ойлағаннан да камерадан енді маған ыңғайсыз деді. Сөйген жаңа қатысушыларына келген, күліп отқан айтты. Мен айттым, олай болса, онда сіз осылай айтсаңыз болады, тоқтатқыңыз келсе дедім. Егер де мен сізге жақпасам, онда шығып бірден өзіңіз айтыңыз, мен айтпай ақ қояйын дедім. Деп едім, мен кете берейінші деді. Жоқ, неге дедім, ортаға шығып түсіндірейік елдің алдына болғаннан кейін, түсіндіріп айтыңыз дедім. Егер кеткіңіз келсе, кетіңіз, болмаса, мен сізге қарсы емеспін дедім. Деп едім, енді сыртқа шығып келейінші деді, бір сонымен кетіп қалыпты ғой, маған да айтпай. Қызық екен, бұл бірінші рет мынадай жағдайды мен бірінші рет көріп тұрмын. Сырласуға кіріп, жалғыз өзі шығып тұр дегенде. Ашуланып кетіп қалыпты деп жатыр. Қазір енді редакторларға солай айтып жатыр дейді. Кім ашуланып кетіп қалуы мүмкін? Ақыры араларыңызда бір келіспеушілік болған болып тұр ғой. Жоқ, бауырсағым, сол маған да сөйтіп айтып кетті. Қызым кішкентай, кету керек срочно, ұзақ отырам ба мен мына жерде деді, сөйтіп кетіп қалды. Білмеймін.